Халид Хосейнидің «Батпырау қуған бала» романы Ауғанстанның әлемге ашқан қайғылы оқиғасын, ең қарапайым адамдардың аяусыз күресін баяндайды. Тарих соғысқа дейінгі 1970 жылдары Кабулда өрбиді. Достық пен адалдық, сатқындық пен өтелу туралы шынайы, ішкі жанға сіңген оқиға. Онда Әмір мен Хасан деген екі бала дауыл ұстап алып, әр жаққа шашқан екі қағаз жылан сияқты, әркімнің өз тағдыры, өз трагедиясы бар, бірақ олар балалық шағындағыдай берік байланысты. Роман әлемдік әдебиеттегі соңғы жылдардағы ең жарқын көріністердің біріне айналды. Өз кітабының атауында жазушы ауған балаларының дәстүрлі ойын-сауығын, қағаз жыландар шайқасын еске алады. Құрметті оқырмандар, егер сіз Халид Хосейнидің «Батпырау қуған бала» шығармасына қызығушылық танытсаңыз, сіздерді аудандық кітапханаға келіп, оны оқуға шақырамыз.